Саржаз кәсіптік техникалық колледжі жатақхана тәрбиешісі Қазабеков Дәурен Айболатұлы. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы коронавирус жайында не білеміз, нені білуіміз керек екендігі туралы қысқаша тоқталатын боламыз. Тәрбие сағатымыздың мақсаты коронавирус туралы ақпарат беру, негізгі белгілері мен сақтану жолдары туралы түсінік қалыптастыру. Жалпы бұл вирусқа ғалымдар коронавирус деген анықтама беріп отыр. Бұл латынның тәж немесе шеңбер деген сөздерінен пайда болған атау. Өйткені коронавирус микроскоппен қарағанда осы екеуінің қосындысын еске түсіреді. Бұл вирустар тобына адамға зиянын тигізетін бірнеше түр кіреді. Олардың бірі тұмауға шалдықтырса, өзгелері жарқанаттар мен түйелерден кездесетіндігі мәлім болды. Бұл вирус қайдан келді? Жұмбақ вирус өткен жылдың аяғында Қытайдың орталығындағы Хубей провинциясындағы Ухан қаласында пайда болды. Оның алғашқы болып жұқтырғандардың көбі теңіз өнімдерін сататын базарға барған, немесе сонда жұмыс істеген. Бұл сауда орны дереу тергеуге жабылды. Қытайдың медицина мамандары әуелде коронавирустың жануардан адамға берілетінін ғана мәлімдесе, қазір оның адамнан адамға жұғатындығын мойындауға мәжбүр болып отыр. Бұл вирустың белгілері қандай? Бұл вирусқа тән белгілер тұмаурату, бас ауруы, жөтел және дененің қалшылдауы. Сонымен қатар ақш-тың ауруларды бақылау және олардың алдын алу орталығының мәлімдеуінше, коронавирустың едәуір қауіпті түрін жұқтырғандар демігеді, қалтырайды, ал ауруы асқынған жағдайда науқастар пневмонияға шалдығып, арты өлімге апаруы мүмкін екендігін ескертеді. Бұл вирус қалай емделеді? Қазір жұмбақ вирусты анықтау жолында сынақтар жүргізіліп жатыр. Алайда бұл инфекцияға тосқауыл қоятын вакцина әлі жасалған жоқ. Демек, жылына талай адамның өліміне себеп болатын кәдімгі тұмаудан қатерлі болуы мүмкін. Сондықтан қауіпті дерттің кең таралуына жол бермеу мақсатында коронавирусты жұқтырғандар ауруханалар мен үйлерінде оқшаулануда. Сонымен қатар науқастарға суды көп ішіп, жазылып кеткенше тынығуға кеңес беріліп отыр. Бұл вирус қалай жұғады деген сұраққа тоқталатын болсақ, коронавирус жөтелгенде, түшкіргенде немесе осы инфекцияға шалдыққан адамдармен байланыста болған жағдайда жұғады. Ғалымдардың сөзінше, жаңа вирус адамнан адамға жақын байланыста болғанда тыныс алу жолдары арқылы беріледі. Сондықтан өзімізге және жақындарымызға аты жаман ауруды жұқтырмас үшін жеке бас тазалығын қатаң сақтап, қоғамдық орындарда, дүкендерге барған кезде маскалық режимді сақтап, өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін қолды жиі жуу және антисептиктерді пайдалану, суық тию белгілері болған жағдайда дәрігерлерге жүгінуді ұмытпауымыз керек. Біз біргеміз, бірге болғанда ғана барлығын жеңіп шығамыз. Өзің үшін, отбасың үшін үйден шықпа. Рахмет, сау саламатта болыңыздар.